Саламатсыздар ма? Бүгін біз дайындаймыз үлпілдеп пісетін әдемі булочка. Ол үшін бізге керекті заттар: қамырымызға керекті заттар 2 жұмыртқа, 1 литр сүтті, жылыған сүтті істетеміз. 200 грамм қант, 200 грамм май, сұйық май қосасыздар. 1 чай қасық тұз, дрож, ұн, ванилин, дәмі жақсы болу үшін қосамыз. Осылай қамырымыз үлпілдеп асып шығу керек. 2 сағаттар мен демалдырдым. Оған дейін үй жұмыстарын жасадым. Мен сіздерге 2 түрін көрсетемін. Булочканың әдемі, тез дайын болатын, үйде бала-шаға жейтін, бұл ең жақсы пісіріктің. Менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Мен ішіне варенка салдым. Қаласаңыздар, творог салсаңыздар да болады. Осылай кесіп аламыз. Өте әдемі болып пісіп шығады. Ұштарын қайырып шығамыз осылай. Бұл рулет сияқты болады. Кесіп тарелкаға қойсаңыздар да болады. Или қолмен бөліп жесеңіздер де болады. Үлкен булочка болып жақсы ісіп шығады. Үлпілдеп. Осылай булочкаларын дайындап алғаннан кейін 15 минутке демалтырып аламыз. Мынау екінші түрі. Осылай варенка салып бұрап аламыз. Бұл да өте әдемі шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка басып кетіңіздер. Өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Үстіне 1 жұмыртқаны осылай жағып шығамыз, сарысын. Үстіне ақ күнжіт себіп қойдым мен, әдемі шығады деп. Ақ күнжіттің пайдасы өте көп адам денесіне. Осылай әдемі болып, үлпілдеп пісіп шығады булочкаларымыз. Сіздер де дайындап пісіріп көріңіздер. Дәмі өте жақсы. Рулет сияқты булочкамыз осындай әдемі болып шықты. Оны тарелкаларға осылай салып дастарханға қоюға болады. Ас болсын. Видеоны соңға дейін көргендеріңізге рахмет. Жасап көріңіздер, өте дәмді, үлпілдеп шығатын булочкамыз дайын болды. Рахмет барлықтарыңызға.